Қалайсыздар жақсыларым? Бүгін біз барлық пәнде хит болып қолданыста жүрген жасанды интеллекттің жаңа құралымен Мен сияқты кез келген фотоны сөйлеткілеріңіз келе ме? Осы каналға тіркеліңіздер. Бүгін біз суреттерді қалай сөйлететінімізді үйренеміз. Егер сізге бұл тақырып қызықты болса, видеоның соңына дейін көріңіз және лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Мұнда біз DID онлайн сервисін қолданамыз. Бұл құралды мұғалімдер, блогерлер және контент жасаушылар пайдалана алады. Ал мұғалімдерге төмендегі мақсатта қолдануға ұсынар едім. Do we know what happens at the end of book? Ал ендеше бастайық. Google'ға did.com сайтын тереміз. Сол кезде бізге сайтқа бірден кіретін боламыз. Міне алғашқы бетінде сіздерге тіл таңдауға болады. Ағылшын және орыс тілі. Мен ағылшын тілін қалдырдым. Енді тіркелу үшін логинді басамыз. Мұнда сіздер Google арқылы тіркелсеңіздер болады және Apple арқылы. Мен Google'ды таңдадым. Осы жерде өзімнің email'ым дайын болғандықтан өзімнің email'ымды таңдадым. Енді бірден парақшаға өтеміз. Ол жерде бізге кішкене сұрақтар болады. Соған жауап беруіміз қажет. Алғашқы сұрақ DID сайтын қандай мақсатта қолданасыз? Жұмыс үшін дедік. What's your role? Сіздің бұндағы роліңіз қандай? Бұл жерде команда мүшесі дегенді таңдадым. Келесі DID бұл сайтты сіз қандай мақсатта қолданбақсыз? Мен бұл жерде оқыту және білім беру дедім. Келесі сіздің негізгі аудиторияңыз кімдер? Бұл жерде кішкене жақынырақ келетіні internal teams болып тұр, яғни ішкі команда. So how many people are in your company? Яғни сіздің компанияңыз қанша адам деген сұрақ беріп тұр екен. Жуықтап жауап бердік. Бұл сіздің компанияңыз, яғни қандай өндіріске жатады депті. Оқыту және білім беру деген таңдадым. Осымен сұрақтар аяқталды. Міне бізге керекті бет экранға шықты. Негізгі осы бет керек бізге. Create video, яғни видеоны жасау батырмасын басамыз. Осы жерде қазір дайын фотоларды жүктейтін боламыз. Егер сіздер компьютерге жүктеген болсаңыздар, осы сайтқа қазір көшіріп әкелу арқылы видеоға жан беретін боламыз, яғни видеоны сөйлететін боламыз. Фото жүктелді. Енді жоғарыдан фотоның бізге керекті оның көлемін өзгертетін боламыз. Осы жерде ер адамның дауысына ауыстыруымыз керек. Енді керекті мәтінді мен Wordқа дайындап қойғанмын. Осы мәтінді копировать етіп осы жерге қоятын боламыз. Сол кезде осы мәтінді сөйлейтін болады. Бірақ бір ескертетін жағдай 10 сөзден аспау керек. Видео сөйлеу үшін 10 сөзден аспау керек. Сол себепті мен мына жерден артық кейбір сөздерді қысқартуға тура келеді. Сондай-ақ сіздер дыбыстың сөйлеу жылдамдығын төмендетіп немесе жылдамдата аласыздар. Мен өзімдікін төмендеттім. Do we know what happens at the end of book? Do we know what happens at the end of book?
Видеоны сақтамас бұрын атауын өзгертіп алайық. Муслим деп жазып алдық. Енді сақтаймыз. Generate. Let's go. Міне видео жүктелуде. Қазір бір көрейік. Do we know what happens at the end of book? Do we know what happens at the end of book? Осылай дайын болған видеоларды компьютерге сақтау үшін 3 нүктені бассаңыздар, download деген шығады, яғни жүктеу, осыны бассаңыздар, сіздерге міндетті түрде ол компьютеріңізге сақталатын болады. Which paragraph describes an event in the book? Міне видеомыз дайын. Егер сіздерге бүгінгі ақпарат пайдалы болған болса, жоғалтпас үшін арнама тіркеліңіздер, лайк басып, әріптестеріңізге жіберіп қойыңыздар.